Биылғы жыл біздің Маңғыстау өнер колледжінің 30 жыл мерейлі тойы келіп отыр. Әрине 30 жыл аз да емес, көп те емес уақыт. Біздің колледжіміз кешегі егемендік алған жылдарда 1993 жылы ашылды. Біздің облысымыздың өзі сол кеңес дәуірінің кезінде Гурьев облысының Маңғыстау ауданы болып есептелінді. Сол шалғай жатуына байланысты біздің Маңғыстаудың өнерінің де дамуы кенже қалып жатты. Егемендік алғаннан кейін біздің Маңғыстаудан өнер іздеп кеткен кейбір санаулы ғана азаматтар, азаматшалар басқа облыстарда жүрді. Солардың бәрі өзіміздің Маңғыстау облысына келіп өнер адамдары жинақтала бастады. Сол кезде мәдениет басқармасының бастығы Құжырғали Төлеушев деген ағамыз Маңғыстау өңірінен кәсіби ансамбль ұйымдастыру керек және осындай салауатты ұстаздар, шәкірттер дайындайтын оқу орнының ашылу керектігін айтып жүрді. Соған байланысты қиын жылдар болса да егемендік еліміздің жаңа тай басып өмірге келіп жатуына байланысты көптеген қиыншылықтар болды. Оны халқымыз біледі. Соған қарамастан 1992 жылы филармония жанынан Ақжарма фольклорлық этнографиялық ансамблі ашылды. Оған кәсіби жаңа жан-жақтан келген мамандар және жаңағы самодеятельный үйреніп жүрген ұстаздарда келіп құралды. Оның ұйымдастырушысы сол кездегі облыстық филармонияның директоры, мәдениет қайраткері Нұрнияз Мұхановтың еңбегі еді. Сол ансамбль ұйымдастырылғаннан кейін ол ансамбль бір жылдың ішінде шетелге баратын болып шешілді. Себебі құрамында отырған Аманбек Сүндетов, Қадиша Балапашева, Ақсұлу Құдабаева, Айболат Өтеков осындай білімді азаматшалардың арқасында сол 92 жылдың күзінде біздер Мәдениет министрлігінің шешіміменен Түркияда болған Азия елдерінің фестиваліне қатыстық. Өте үлкен жеңіспенен оралдық. 1993 жылы күз айында, қазан айында мәдениет бөлімінің басшысы Төлеушевтің еңбегінің арқасында біздің алғаш осы Маңғыстау өнер колледжі өмірге келді. Бас кезінде қиыншылықтар болды. 5-6 ұстаздарменен ашылды. Мына хабарландырудың арқасында 50-дің үстінде жас шәкірттерді қабылдап алдық. Директор болып Аманбек Сүндетов мәдениет қайраткері, сол кісі қазіргі қабылданды. Сол кісінің талмай еңбектенуінің арқасында, ізденістің арқасында біздің колледжіміз 2000 жылдардың бастарында бүткіл республикаға белгілі оқу орнына айналды. Алматыда болған, Астанада болған, тағы көптеген жерлерде болып жатқан республикалық конкурстарға біздің шәкірттеріміз қатысып, бас жүлдені, бірінші орындарды жеңіп алып келіп отырды. Сол еңбектердің арқасында біздің шәкірттеріміз қазір Абылай Тілепбергенов деген шәкіртіміз қазіргі бүткіл дүниежүзіне белгілі Алматыдағы Құрманғазы атындағы ұлттық оркестрдің бас дирижері болып қызмет жасап отыр. Және Астанадағы оркестрде де біздің шәкірттеріміз бар. Абатов, Әбіш, тағы да көптеген шәкірттеріміз сол оқу орындарын бітіріп келіп, ауыл оркестрінде қызмет жасап жатыр. Сол кездерде 1994 жылы ауыл оркестрде ашылды. Сол кезде жартылай жаңағы мынандай кәсіби емес өнер адамдары жұмыс жасады. Ал қазіргі кезде міне 30 жылдың ішінде оркестрдің құрамының барлығы жоғарғы білім алған, біздің колледж бітіріп келген шәкірттеріміз сол оқу орындарын бітіріп келіп, қызмет жасап, 70-80 адамдық
Абыл атындағы ұлт аспаптар оркестрі ашылды. Сонымен қатар біздің шәкірттеріміз білім алып келіп, қазіргі осы колледжіміздің оқу ісінің меңгерушісі Дина ғалымқызы қызмет жасап отыр. Өте жоғары білімді біздің шәкіртіміз болып есептелінеді. Бауыржан Көбенғалиев дирижер атағы бар. Салтанат Боранова деген мұғаліміміз бар. Түйте Жұмагүл деген лауреат, о да үлкен ұстаз. Гүлжан Өтепова білім меңгерушісі. Көптеген шәкірттеріміз қазір осы колледждің ішіндегі 20-30 шәкірт осы біздің колледжді бітіріп кетіп, жоғарғы оқу орнын бітіріп келіп, қызмет жасап жатыр. Соның барлығы кезінде ашылмай жатқан біздің Маңғыстаудың ұлы күйшілері Абыл Тарағұлы, Есір Айшуақұлы, Есбайдың күйлері, Мұрат Өскінбайдың күйлері, осы күйлердің бәрі біздің бүткіл Қазақстан бойынша ешқандай жерден көрінбейтін. Ал қазір шетелге дейін осы композиторлардың күйлерін, Жеті Қайқының әндерінің барлығы дүниежүзіне паш етіліп, соның барлығының осы біздің колледжіміздің арқасында, осы білім алған шәкірттеріміздің арқасында, еңбектің арқасында барлығы жарыққа шықты. Осы еңбектерменен ұстаздарды, біздің колледжіміздің ұстаздарын осы келіп атқан 30 жылдық мерекесімен өсіп келе жатқан шәкірттерімізді болашағы зор болсын, біздің оқу орнымыз мәңгі осындай шәкірттер дайындап аман есен тұра берсін дегім келеді. Еліміз аман болсын, аспанымыз ашық болсын, шәкірт тәрбиелеуде үлкен табыстарға жете берейік дегім келеді. Мерекеменен барлығыңызды құттықтаймын.